Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, өздеріңіз білесіздер, 1997 жылы арнайы үкіметтің қаулысымен құрылған болатын. Қазіргі таңда даму қорына 25 жыл толып жатыр. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры елімізде шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыратын қаржы агенттігі функциясын атқарады. Бұл бағдарламалар шеңберінде бізде екі қаржылық құралымыз бар. Ол бірінші пайыздық үстемақыны субсидиялау, екінші кепілдік беру. Қазіргі таңда даму қоры елімізде танымал екі мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырып жатыр. Ол бірінші 2025 жылға арналған кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған ұлттық жоба деп аталады. Екінші қарапайым заттар экономикасы. Осы екі бағдарламаны іске асырғаннан бастап даму қоры өңірімізде 4700 кәсіпкерге субсидия құралы бойынша қолдау көрсетті, ал кепілдендіру құралы бойынша 3200 жобаға қолдау көрсеттік. Сонымен қатар ағымдағы 10 жылдың ай ішінде біз субсидиялау құралы бойынша өңірімізде 1203 кәсіпкерге жоба бойынша субсидия құралы бойынша қолдау көрсетіп жатырмыз, ал кепілдендіру құралы бойынша 1389 жобаға қолдау көрсетіп жатырмыз. Субсидиялау дегеніміз не? Ол егер де кәсіпкер өзінің бизнес жоспарын жүзеге асыру барысында банктен алған кредитін сыйақының бір мөлшерлемесін төлейміз. Сөйтіп біз кәсіпкерге процент төлеуінде жеңілдік жасаймыз. Соңында кәсіпкер біздің субсидиялау құралы арқылы ол банкке 5-6% ғана төлейді. Ал кепілдік беру дегеніміз, ол егер де кәсіпкер банктен алатын несиені қоятын кепіл заты жеткіліксіз болған жағдайда біз кепілдік береміз. Қазіргі таңда біз кәсіпкерлерге жеңілдету мақсатында біз өзіміздің ішкі бизнес процестеріміздің барлығын автоматты жүйеге ауыстырдық. Яғни кәсіпкер біздің даму қоры жүзеге асыратын мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қолдау алуға ниет білдірсе, ол бізге келмей ақ электронды түрде өзінің өтінімін бере алады, электрондық портал арқылы. Қазіргі таңда сонымен қатар біз кепілдік шарттарын, субсидиялау шарттарын барлығын электронды арқылы қол қоямыз. Егер де біздің өңірімізде кәсіпкерлердің жақсы бизнес идеялары болса, бизнес жоспарлары болса, біз даму қоры оларға осы мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қолдау көрсетуге дайынбыз.